Тұрадыр. Түркістан облысы, тағы да қайталап айтамын, Шардара қаласы. Бүгін октябрьдің 15-і кешкі сағат 7-ден 45 кетті. Почти түн болды ғой жалпы айтқанда. Вот Шардара қаласы, білдей. Суын ашып көрейікші кән. Вот міне. Қандай су деймін да. Халыққа беріп отқан суы ғой мынау. Жоғарда отқан өңшең басшы боғмұрындар осындайларға кішкене сәл ауыл райондарға кішкене көңіл аударып қойыңыздар. Әкімдеріне әу деп қойыңыздар сай. Әу деп. Мынаны итке малға берсең ішпейді ғой, итке малға. Не деген сұмдық мынау? Ұят қой, ұят мынау. Кәдімгі балшыққа батыр ғой, балшық. Натури мынау. Малға беретін болсаң ішпейтін аны, малға. Мал. Қазақстанның болашағы дейді ғой, жаңа Қазақстан дейді, жаңа Қазақстан. Бұл Әл-Фараби Шардара қаласы, Әл-Фараби 3-ші дом дейді. Жалғыз бір домдағы емес, жалпы айтқанда. Осы Шардара қаласының этажда тұратындарынан біреуінен кіріп сұрап көріңіздерші. Біреу тәтті су ішіп жатыр ма екен? Базар жоқ, тәтті су ішіп жатыр ғой, бірақ сатып алып ішіп жатыр да. Кім колонкасынан тәтті су ағып жатыр екен? Жалпы. Конкретно айтқанда. Сатып алып, есің алдынан құдық қазып ішіп жатыр ғой. Бірақ құдық қазу, домның алдынан қазу заңсыз ғой негізі. Заңсыз әрекет болған, ондаға менің қолым бармайды. Жоғарда отқан Қазақстан Республикасының депутаттары осы ауыз су, халықтың ауыз суын кішкене сәл қамтамасыз етсеңіздер, басқа райондарды білмеймін, Түркістан облысы, именно Шардара қаласы, тағы да қайталап айтам, Шардара қаласы осындай ауыз суды ішіп жүргеніне 10 жылдан асып кетті. Мен қайда 15 жасымда Шардара қаласына келдім ба, жалпы сол бастан осындай су ішіп жатыр ғой, халық, қара халық. Жарықтық. Бұл бұлайынша айтқанда бүкіл тек қана Шардараның болашағы жоқ дегенге емес, Қазақстанның болашағы бұлайынша жоқ деген көрсеткішті көрсетеді ғой жалпы. Негізі қарап тұрсаң, Чимгент, жақында Чимгент қаласына да барып келдім.